Осы веб платформасына ұялы телефонмен кіруге болады ма деген сұрақ туындапты. Әрине кіруге болады. Ең бірінші осы платформаны телефоныңызға көшіріп алуыңыз керек. Жалпы бұл сұрақтың маған қойылғаны да өте жақсы болды. Өзім ұялы телефонмен кіріп тексеріп көрдім. Енді оқушыларыма осы платформаны жазып алуын сұрайын деп отырмын. Себебі бұл жерде пән бойынша көптеген 3D модельдер бар. Бұл оқушының сабақты тереңірек ұғынып алуына көп көмегін тигізеді. Бұл платформаның ең тиімділігі жоғарыда настройка бөліміне кіріп, сіз қазақ тіліне бүкіл терминдерді аудара аласыз. ОБТ тапсырушы түлектеріме міндетті түрде жазып алуын сұраймын. Себебі таңдау пәндері бойынша, мысалы мен оқушыларым биология пәнін таңдап жатыр ғой, мәліметтер деген өте көп және тақырыпты тереңірек түсініп алуға мына 3D модельдері өте көмек бермек. Осы TikTok парақшамда алдағы уақытта мұғалімдерге пайдалы цифрлық платформалар мен әдіс-тәсілдермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан мұғалім жолдастар менің парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Сіздеріңіз қолданып жүрген тиімді платформалар болса, комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен өзім қолданып мұғалімдерге көрсететін боламын, осында ұсынып. Бұл платформада көптеген пәндер қамтылған, сондықтан асықпай кіріп көруді ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.